Аттан құлаған Қожанасыр. Бір күні Қожанасырдың аттан жығылып жатқанын көріп, көшедегі балалар сықылықтап күледі. Сонда Қожанасыр үсті басын қағып жатып, "Несіне күлесіңдер? Өзім де түсейін деп жатыр едім", депті. Қожанасыр кім үлкен? "Қожеке, ағаңыздың жасы үлкен бе, сіздің жасыңыз үлкен бе?" деп сұраған біреуге Қожанасыр аз ойланып тұрып, "Өткен жылы әкем маған, ағаң сенен бір жас үлкен деген еді. Енді биыл құрдас болатын шығармыз", депті. Ұры түскенде. Бір күні Қожанасыр ұйықтап жатса, үйіне ұрылар түсіпті. Үйіндегі барлық жарамды заттарын тасып, ұрылар арбаға салып жатыр екен. Сол кезде Қожанасыр оянып кетіпті. Сөйтіпті де апыл-ғұпыл асығып, Қожанасырда қалған нәрселерін арқалап, арбаға сала беріпті. Ұрылар бұған таң қалып, "Қожеке, мұныңыз не?" деп сұраса, Қожанасыр ұрыларға айтатын көрінеді. "Көшіп жатқан жоқпыз ба? Кеттік", депті. Қожа мен Ашқарақ. Бір тойда Ашқарақ біреу қомағайлана ішіп жегенімен қоймай, қалтасына құрт пен ірімшікті сала береді. Қасында отырған қожа әлгінің қалтасына ыстық шай құйып жібереді. Ашқарақ адамның тез ашуланатын әдеті емес пе? "Бұл неткен бейбастық", деп қожаға дүрсе қоя береді. Сонда қожа байсалды пішінмен, "Қалтаң құрт пен ірімшікті көп жеді, шөлдемесін деп құйғаным ғой", депті. Балтаның қабы. Бір күні балалар ойнап жүріп, сыңар етік тауып алып, қожаға келеді. "Қожеке, бұл не нәрсе, біле алмай тұрмыз", деп сұрайды. Қожа етікті аударып, төңкеріп қарап шығып, "Сірә мен зат танысам, бұл балтаның қабы болар", депті. Ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып беріңдер. Арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңдер. Достарыңмен міндетті түрде бөлісіңдер.